Сәлем, получается, сен бұл видеоны аштың, чтобы бүгінгі видеода 5 стратегияны меңгеріп алып трейдинг арқылы ақша табу үшін. Солай емес пе? И мен саған по идее көмектесе аламын. Қазір түсіндіремін. Негізінен келетін болсақ, осы менің қазіргі көрсететін 5 стратегияның мағынасын түсініп алсаң, және оларды бір-бірімен байланыстыратын болсаң, стабильно күніне 15 мың 20 мың теңге таба аласың. И ол үшін шотында 50 мың теңге болса жеткілікті, представляешь? Так что видеоны до конца қара, и мен саған, кстати, тағы да бір қызықты ұсыныс дайындап қойдым, оны да көріп кет. Лайк, подписка, комментарий жазуды ұмытпа. Кеттік, бастайық. Бірінші стратегия, осы трейдинг веб-сайтына кірген кезде сендерде Fibonacci дейтін құрал бар. Коррекция по Fibonacci. Ол по умолчанию бізде қалай тұрады обычно. Осындай болады. Сразу же біз сендермен бірге оның артық сандарын алып тастаймыз настройкасына кіріп. То есть дәл мендегі сияқты 0.786, 0.668 қалдырып қойсаңдар болады. И можно будет, кстати, фонд алып тастауға, бағаларын алып тастауға. И метки можно указать там справа. Видите, дәл мендегі сияқты. Енді қалай оны қолдану қажет? В первую очередь сендерге нені білу керек? Бізде болады импульс және коррекция. Импульс егерде восходящий болатын болса, онда Fibonacci'ді минимумнан басып, біз максимумға тартамыз. Сол кезде 0.68, 0.76 деңгейлері зона входа болады лонг позицияға. Осыны қарастыруға болады. Екіншісі дәл солай, егерде бізде импульс төмен болса, жоғары кетті коррекция, онда Fibonacci'ді жоғарыдан төмен тартамыз. По тренду, то есть төмен, значит төмен. Также 0.68, 0.76 зона входа для сделки вниз. Енді кеттік реальный примерді қарастырайық. Вот элементарно кеттік біз на минимумды алайық, и мына максимумды алайық. Көріп тұрғандарындай 0.68 зона входа болды. Потом бізде жаңадан импульс пайда болды, яғни осы тұрған жерде бізде бар новый минимум и новый максимум. Минимум бастық, максимум тарттық. Тура солай, осы коррекция получается бізде түсті 0.68, 0.76-ға и потом барып баға жоғары кете бастады. Өте әдемі жұмыс жасайды именно 4 сағаттық таймфреймда. Но ұмытпаңдар, кіші таймфреймдарда сендерге разворот керек, яғни подтверждение. Кеттік дальше. Екінші өте әдемі стратегиялардың бірі, ол әрине бізде болады линия тренда. Если мен более детально көрсететін болсам, мен сендерге қазір DXY индекс долларын көрсететін келіп отыр. Бұл не нәрсе индекс доллара түсіну үшін я вам советую лучше полноценно ютубтан, интернеттен қарап оқып алыңдар. Бұл өте керемет, өте әдемі құралдардың бірі. Бір апталық таймфреймге кіреміз, и біз сіздермен мына тұрған линия деген жерге өтемізде регрессивный трендті басамыз. Просто созып, біз сіздермен тренд танытамыз. Енді осы трендтің үстіңгі жағында сделканы төмен деп ашуға точкалар қарастырамыз, и ал төменгі жағында сделканы жоғары деп ашуға арнайы бір точкаларды қарастырамыз. Өздерін қарандаршы, үстіңгі жағында бізде ложный пробитие болды, и баға төмен кетті. Өте әдемі. Астыңғы жағында бізде разворот болды, и баға ақырын-ақырын жоғары кете бастады. Екі ортада жүріп-жүрітте төмен түсті, жоғары кетті, қайдан төмен түсті. То есть, мына жақта сделканы төмен ашуға целились, мына жақта сделканы жоғары ашуға целились. То есть, на самом деле өте оңай. Қазіргі таңда біз сіздермен имбалансын бойына келдік, и мына тұрған арада менің ойымша скоро сделканы төмен ашып, бағаның қолын ашатауға болады. Бұл бізде бір апталық таймфреймде өте әдемі жұмыс жасайтын направление. Не только DXY, можно и қарастыруға биткоинда, валютный параларда, тағы да басқа. Келесі стратегияның түрі, ол достар индикатор деген жерге өтеміз, и осы тұрған жерде бізге керегі простое скользящее среднее. Осыны ашып қою керек. Желательно сразу 3 рет ашып қойсаңдар әдемі болады. Сол жақ бұрышында сендерде тұр арнайы настройкалары SMA үшеуінен тұр. Кеттік біріншіне кіреміз, ол 9 болып қалай берсін, и оның түсін давайте өзгеріп тастайық қызыл етіп. Окей. Екіншісінің настройкасы бізде 9 емес 50 болады, ал түсіне керетін болсақ, оның түсі көк болып қалай берсін. Үшінші настройканың бізде болсын уже 189, стиль уже басқа түс, допустим, оранжевый немесе осы тұрған фиолетовый мен ойынша келе беретін сияқты. В итоге ол нені сендерге көрсете алады. В принципе, 9 дейтініміз соңғы 9 свечаның орташа бағасы, 50 дейтін 50 свечаның орташа бағасы, 189 ол орташа баға 189 свечаның.
Достар, кішігірім реклама. Жалпы білесіңдер, бізде клан дейтін телеграм канал бар. Бұл жерде біз өзіміз анализ жасап стратегиялар қолданып отырып сендерге сигнал береміз. Мысал үшін бұл жерге қарайтын болсаңдар, NZD USD шорт деп сигнал бердік, мына жақта доллар японский иенаға лонг деп бердік, и потом қосымша швейцарский франк, канадский доллар. Байқасыңдар, бүкіл стратегия именно лондонский және нью-йоркский сессия арқылы іске асып жатыр. И осының арқасында біздің әдемі позицияларын шыққан результаттарын, сделкалар қараңдаршы, там 183 доллар табыс, 228 доллар табыс дейтіндей, то есть бәрін есептеп қарап алсаңдар болады. Әр сделкаға біз 100 доллармен кіріп отырамыз. 100 доллардан 183, 100 доллардан 228 чистая прибыль. Керемет емес пе? И стратегия бізде Smart Money және сессия арқылы іске асады. Сен трейдинг саласына үйреніп жүрген адам болсаң, осы стратегия арқылы сигналдар керек болса, онда саған біздің кланға келу керек. Клан ол тек қана сигналдар. Біз сіздерге үйретеміз регистрация пополнение жасауды и біздің сигналдарды қайталап проб компаниямен жұмыс жасауды үйретіледі. Бір айлық подпискасының бағасы 119 000 теңге. 12 ай 24 ай рассрочка бөлетін болсыңдар, ол кезде уже басқа сумма шығады. Егер де сендер 3 айға бірден алатын болсаңдар, 50% жеңілдікпен 178 000 теңгеге алып кетсеңдер болады. Как будто уже 60 000 теңге сияқты. Екінші тарифтің атауы сапа. Ол дейтініміз уже кәдімгі полноценный курс. Яғни сендер тек қана сигналдар қайталамайсыңдар, и қосымша трейдинг саласын меңгеріп, бізбен бірге осы стратегияларын барлығын меңгеріп, самостоятельно трейдинг арқылы ақша табатын деңгейге жететін боласыңдар. Сопровождение барлығы қарастырылған. Үшіншісі аталады бізде орта. Бұл уже наставничество, сабақтардың барлығы Zoom арқылы өтетін болады. Біз сіздермен кешкі сағат 8-де кездесіп, түгін үйренеміз. Оның бағасы 460 000 теңге. Енді, егер сіздер сапаны сатып алсаңдар, мен клан дейтін телеграм каналға 2 айға доступ берем. То есть, получается, 229 000 теңге төлеп тұрып, 2 ай кланды сен тегін алып кетесің. То есть, очень выгодно. Егер де сендер ортан алатын болсаңдар, то кланға мен 3 айға доступ берем тегін түрде. То есть, осындай условия именно YouTube-тың оқырмандарына біз қазіргі таңда берудеміз. И бізге сұрақтар керек болса, консультация керек болса, осы видеоның астында сілтеме тұрады. Мысалы үшін телеграм канал, клан бойынша сұрақтар дейтіндей, и осы жерге мен WhatsApp-тың сілтемесін қойып қоям. Сол сілтеме арқылы өтіп бізге жазсаңыздар болады. Негізінен келетін болсақ, 189 байқағандарындай ол тікелей ортасында жүр. Бұл, по сути говоря, магнит, который бағаны өзіне тартып жүреді. Өздерін қараңдар. Бізде баға қатты жоғары кетіп қалды. Қызыл мен көкті қалай кесті, бірден жүгіріп барып 180-ге барды. Төмен кетіп қалды, қызылды кесті, көкті кесті, бірден 189-ға барып алды. То есть, получается, сендердің мақсаттарың қандай? Все очень просто. Қызыл мен көкті баға кескен кезде сделканы осы фиолетовыйға дейін ашуға болады дегендей кете береді. Бұл индикатор, в принципе, кез келген активте жұмыс жасайды. Допустим, элементарно Apple-ды ашатын болсақ, және бір апталық емес, давайте краткосрочный, 1 сағат таймфреймді ашатын болсақ, онда қараңдаршы қалай әдемі бізге көрініп тұр. На данном этапе біз байқап тұрмыз, то что қызылды және көкті бізде баға кесіп өтті, отскок осының бойынан фиолетовыйға жетіп алды. То есть, мына промежутокта сделканы төмендеп ашып ашатауға болатын еді. Қазір бізде Apple ақырындап қызылды кесті, біраз уақыттан кейін көкті кеседі, и потом барып уже бізде фиолетовыйға жетіп алатын болады. То есть, все очень интересно, классно работающая стратегия. Енді, достар, кеттік дальше. Біз қазір сіздермен индикаторларды өшіп тастаймыз, и тағы да бір ситуация, ол дейтініміз, өздерің байқаған шығарсыңдар. Біз әрқашанда импульсы көргеннен кейін коррекцияны күтеміз, и осы коррекцияда біз сіздермен, допустим, сделкаға жоғары көру керекпіз, чтобы бағаның өсуінен ақша табу үшін. Дәл солай, если нисходящий болса, коррекциясынан төмен кіреміз. Сұрақ, қашан на коррекция тоқтап, точка входан көрсете алады? Мен уже сендерге көрсеткен нисходящий средний Fibonacci, оларды қолдануы болады. Но один из инструментов, который вот точно белгілей алатын, ол әрине стохастический осциллятор. Мен қазір төмен қарап түсем, ол бізде индикаторы. Стохастик ашамыз. Ашылғаннан кейін біз сіздермен қазір настройкасын өтеміз. Настройкасында верхний пал 80, 50-20 тұра береді, все правильно. Аргументы 14-ның орнына мен предлагаю сіздерге 50-ге қойып көруге. Вы попытайтесь настроить именно под себя. На самом деле, бұл бізде зона перекупленности и зона перепроданности. И элементарно біз қазір сіздермен осы тұрған боковикке қарайтын болсақ, қараңыздар мұқият, мен қазір точно көрсетемін. Бізде бар уровень сопротивления зона,
және бар уровень поддержки. И как только бізде если баға уровень поддержкаға келіп сыртына шығып қайтадан ішіне кірген кезде бізде баға қайтадан жоғары кетеді. Қараңдар, төмен қарата уровень поддержкаға келді, баға сыртына шығып кетті, қайтадан ішіне кірген кезде баға жоғары кетті. Тура солай зона сопротивления келген кезде сыртында жүрді ұзақ уақыт, и потом барып ішіне қалай кірді, осы көк түсті фонның, и баға бізде құлап кетті. Оны сендер и так білесіңдер, но мен сендерге более улучшенный видео көрсетейін. Көріпсіңдер ғой, сендерде келе жатыр восходящий тренд, импульс коррекция, импульс коррекция, импульс, и резко төмен кетті импульс. То есть бұл бізде кәдімгі разворот болды. Потом коррекция барды да баға осы жерден төмен кет қалды. Енді мына тұрған импульсті көріп тұрсаңдар, ол сендерде міне тұр. Потом бізде баға жоғары барды, зона перепроданностьқа жетпей, қызыл мен сары линия бір-бірімен қиылысып төмен бұрылды. Ол как раз таки сигнал на то, что коррекция тоқтап, ары қарата баға төмен кетуге дайындығын білдіреді. То есть осылай коррекцияның бітетін точкасы сары мен көктің қиылысуы именно осы көк зонаның ішінде болу керек. Попытайтесь өздерің бір-екі ситуациялар тауып көруге, и ол сендерге өте керемет көмектесетін болады. Тағы да бір мықты индикаторларының түрі, оны да негізіне келетін болсақ алуға болады стратегия ретінде, ол әрине достар объемы. Объемы өте үлкен маңызды, өте керемет роль ойнайтын бір инструменттердің түрі негізіне келетін болсақ. Посмотрите сами. Бізде уровень поддержкінің бойынан баға отскокпен жоғары кетті, я? Сендер көріп тұрсыңдар. Тренд бізде нисходящий, импульс коррекция, импульс коррекция, импульс, и потом барып баға жоғары кетті. То есть мына тұрған максимумды кеспей сделкаға кіруге негізінде болмайды. Но бұл ситуацияда пробитие болғанмен, по-любому бізде пробитиядан коррекция болған жоқ, сделка жоғары кіру үшін. Ол дальше жоғары кетіп қалды. По факту біз сендермен точка входаны просто өткізіп кеттік. Сделкаға ешқай жерде кіре алмаймыз, е? Сондай кезде бізге объемдар көмектеседі. После того, как бізде баға жоғары кетіп бастады, бізде кішігірім қызыл түсті коррекция бар. Обратите внимание на тұрған шамға. И именно осы шамның объемдардың бойы өте ұзын. Это означает то, что бізде баға чуть-чуть құлаған кезде сатып алушылар активностін көрсетті, объемдар өсті и баға өсіп кетті. То есть элементарно объемға қарап отырып негізінен келетін болсақ өте қызықты бір әрекеттер жасауға болады. Қараңдаршы, мына тұрған қызыл түсті шамды резко бізде баға түсіп кетті и шамды өсіп кетті. Да, допустим, мына ситуация мысалы үшін бізде ешқандай сигнал жоқ. Сияқты уровень поддержкаға келген кезде, то есть сделканы жоғары ашу үшін хотя бы сендерде бір себеп болса, екінші, үшінші себепті дополнительный индикаторлар арқылы, объемдар арқылы тапсаңдар болады.